Сәлем достар. 818-821 аралығындағы есептерді шығаратын боламыз. 818 есептің біріншісінде x-тарды сол жаққа жинақтаймыз. Сонда минус 5-тен 3x, минус 10-нан 1x сол жаққа плюс таңбасымен келеді. Тең оң жақтағы сандарды жазып алайық. 5-тен 2 қосылған 3. Сол жақтағы 5-тен 2 минус таңбасымен келеді. X-тарды ортақ бөлімге келтіріп алайық. 5-ке 2-ден береміз. Сонда минус 10-нан 6x қосылған 10-нан 1x. Тең оң жақта 5-тен 2 азайтылған 5-тен 2 0-ді береді. Сонда 3 санын жазып аламыз. Азайтқанда минус таңбасын қоямыз. 6-дан 1-ді алсақ 5x. Тең 3-ке. 10 мен 5 қысқарылады 5-ке. X-ті тауып алсақ 3-ті бөлеміз минус 2-ден 1-ге. X тең көбейтуге келтіргенде 3 көбейтілген кері саны минус 2-ге тең. Сонда теңдеудің түбірі минус 6-ға тең болады. Екінші есепте m-дарды сол жаққа жинап аламыз. 6-дан 5m азайтылған 3-тен 1m болып келеді. Оң жақта минус 0,8-ді жазып қоямыз. Плюс 2-ні оң жаққа алып келсек минус 2 болады. 6 мен 3-тің ортақ бөлімі 6-ға келтіріп аламыз. 6-дан 5m азайтылған 6-дан 2m болады. Теңдіктің оң жағындағы сандар қосылады. Минус 2,8-ге тең. m-дарды алсақ 6-дан 3m тең минус 2-ден 8 деп жазып аламыз. 6 мен 3 3-ке бөлінеді. Сонда m-ді тауып алсақ m тең минус 2,8 бөлінген 2-ден 1. Көбейтіндіге келтіргенде 2-ден 1-дің кері саны 2 болып түседі. m тең көбейтіндіден минус 5,16-ға тең. Сонда теңдеудің түбірі минус 5,16-ға тең болады. Үшінші есепте y-тарды сол жаққа жинап аламыз. 4-тен 3 y тең сандарды оң жаққа жинаймыз. Оң жақтағы сандардың барлығын жазып алайық. Бізде сол жақта минус 12, оң жаққа плюс 12 болып келеді. 4-тен 3 y қарама-қарсы сандар бізде 0-ді береді. Сонда 5-ке 4-тен береміз. 5 жерде 4-ін 20, одан 1-ді алсақ 19 алымына барып түседі. Y-ті табу үшін оң жақтағы бөлшекті сол жақтағы бөлшекке бөліп аламыз. Y-ті табамыз. Көбейтіндіге келтіріп алайық. 4-тен 3-тің кері саны 3-тен 4 деп аламыз. 4 мен 4 қысқарылады. Сонда y тең бөлімі 3-ке алымы 19-ға тең. Аралас санға келтіріп алуға болады. 6,3-тен 1 түбірі болады. Төртінші есепте n-дарды сол жаққа жинақтаймыз. Оң жақтағы 2-ден 1 n минус 2-ден 1 n болып келеді. Оң жақта 0,7 саны бар. Минус 3, оң жаққа плюс 3 болып барады. 2-ден 1-ге 6-дан береміз. Сонда ортақ бөлімі 12, минус 12-ден 6 n. Оң жақтағы сандар қосылады. 3,7-ге тең. n-дарды азайтсақ 12-ден 1 n шығады. n-ді тауып алу үшін 3,7-ні бөлеміз 12-ден 1-ге. Бөлуді көбейтіндіге келтірсек 12-ден 1-дің кері саны 12-ге тең. Сонда көбейтіндіден 44,4 саны шығады.
819 есепте үлестіріп көбейтеміз 3-ті. Сонда 3х минус 3-ті 2-ге көбейтсек 6 тең 4х болады. Х-тарды сол жаққа жинақтап аламыз. Сонда 3х минус 4х болып келеді. Минус 6-ны оң жаққа апарсақ 6 болып түседі. 3-тен 4-ті аламыз, минус х тең 6-ға. Сонда х тең 6-ны минусқа бөлсек минус 6 болады. Екінші есепте 6-ны үлестірсек 6z минус 6 тең 18. 6z-ті табу үшін минус 6-ны оң жаққа плюс 6 деп апарамыз. 18-ге 6-ны қоссақ 24. Z-ті тауып алу үшін 24-ті 6-ға бөлеміз. Сонда теңдеудің түбірі 4-ке тең. Үшінші есепте 5-ті үлестіріп көбейтсек 5y қосылған 15 саны шығады. 5y тең плюс 15-ті оң жаққа минус 15 қып апарып аламыз. 10-нан 15-ті алсақ минус 5 шығады. Y-ті табу үшін минус 5-ті 5-ке бөлеміз. Демек, теңдеудің түбірі минус 1-ге тең. Төртінші есепте 3-ті үлестіреміз. Сонда 6х минус 7 жерде 21 тең 9-ға. 6х-ті сол жаққа қалдырып, минус 21-ді оң жаққа плюс 21 деп апарып аламыз. 9-ға 21-ді қоссақ 30 шығады. Х-ті табу үшін 30-ды 6-ға бөлеміз. Сонда теңдеудің түбірі 5-ке тең. Бесінші есепте минус 4-ке көбейткенде таңбалар ауысады. Минус 4х плюс 8 тең минус 6-ға. Минус 4х сол жақта қалады. Плюс 8 оң жаққа минус 8 болып барады. Оң жақтағы сандардың таңбалары бірдей, сонда қосылады минус 14. Минус 14-ті біз енді 4-ке бөліп аламыз. Минус минусқа бөлсе плюс болады. 14-ті 4-ке бөлсек, біз 3,5 деген санды аламыз. Алтыншысында 3-ті үлестіріп көбейтсек 3х минус 15 тең х плюс 3-ке. Х-тарды сол жаққа жинақтап аламыз. 3х минус х болып келеді. Минус 15 саны сол жаққа плюс 15 болып келеді. 3х-тан 1х алсақ 2х. 3-ке 15 қоссақ 18. Сонда 18-ді 2-ге бөлеміз. Теңдеудің түбірі 9-ға тең болады. 820 есепте бірінші есепте минус 2-ні үлестіреміз. Минус 2х минус 2-ні 3-ке көтсек 6 болады. Оң жағында 2х минус 1 қалады. Х-тарды сол жаққа жинап алайық. Минус 2х минус 2х болады. Минус 6-ны оң жаққа алып келсек плюс 6. Х-тар қосылады. Минус 4х тең 6-дан 1-ді аламыз 5. Х-ті табу үшін 5-ті минус 4-ке бөлеміз. Сонда жауабы минус 1,25 болады. Екінші есепте 2-ні үлестірсек 4 минус 2y тең y минус 5-ке тең. Сонда сандарды сол жаққа жинап алған тиімді 4 қосылған 5 минус 2y плюс 2y болып барады. 4-ке 5-ті қоссақ 9, y-тарды қоссақ 3y. Y-ті табу үшін 9-ды 3-ке бөлеміз, сонда жауабы 3-ке тең. Үшінші есепте минусқа көбейтсек жақшаның іші таңбасы ауысады. Минус 3х плюс 4. Оң жақтағы сандар өзі жазылады. Сандарды сол жаққа жинап алайық. 4 плюс 8 минус 3х оң жаққа апарсақ плюс 3х болады. 4-ке 8-ді қосамыз 12, х-тарды қоссақ 6х. Х-ті табу үшін 12-ні 6-ға бөлеміз. Жауабы 2. Төртінші есепте таңба
ауысады. Жақшаны ашсақ, минус 14 плюс 3а тең минус 10-ға. Алар сол жақта жазып аламыз. Демек, сандарды оң жаққа жинаймыз. Минус 14 плюс 14 болып барады. Аларды қоссақ 5а, 14-тен 10-ды алсақ 4 болады. Аны табу үшін 4-ті 5-ке бөлеміз, 0,8-ге тең. 821 есепте, бірінші есепте минусқа көбейтіп шығамыз, таңбалар ауысады. Минус 2х, минус 1. Оң жақтағы сандарды жазып аламыз. Х-тарды сол жаққа жинаймыз. Минус 2х, минус х плюс болып келеді. Минус 1 оң жаққа плюс 1 болып барады. Х-тарды қосқанда минус 2 шығады, сандарды қоссақ 2 шығады. 2-ні минус 1-ге бөлеміз. Демек, х тең минус 2-ге. Екінші есепте 2-ден 1-ді үлестіріп көбейтіп аламыз. 2-ден 1 көбейтілген 4х болады. Минус 2-ден 1 көбейтілген 2 болады. 4х-ті 2-ге бөлсек 2х, минус 2-ні 2-ге бөлсек 1. Минус 1 бізде оң жаққа плюс 1 болып барады. Минус 7-ге 1-ді қоссақ, минус 6 шығады. Х-ті табу үшін минус 6-ны 2-ге бөліп аламыз. Сонда теңдеудің түбірі минус 3-ке тең болады. Үшінші есепте бізде х-тарды сол жаққа жинап алған тиімді. 6-дан 1х, минус 6-дан 1х болып келеді. Плюс 3 бізде оң жаққа минус 3 болып барады. 6-дан 5-тен аламыз 6-дан 1-ді, 6-дан 4х шығады. Х-ті табу үшін минус 3-ті бөлеміз 6-дан 4-ке. Көбейтіндіге келтіреміз. Минус 3 көбейтілген кері саны 4-тен 6. 6 мен 4 2-ге қысқартып жіберейік. Сонда минус 3 3-ке көбейтіледі 9. 9-ды 2-ге бөліп жерге болады. Минус 4,5-ке тең. Төртіншісінде 3-ті үлестіріп аламыз. 3х қосылған 18 болады. Теңдіктің оң жағында 2-ні үлестіреміз. Сонда 2х минус 6 болады. Х-тарды сол жаққа жинаймыз. 3х минус 2х болады. Плюс 18 оң жаққа минус 18 болып барады. 3-тен 2-ні алсақ 1х шығады. Минустар қосылып 24 санын береді. Достар, видеоны алса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызға таратыңыздар.